Что такое? Мне нужна такая... А мы этого хотели. Он... Ой, послушай меня, жаман нетіп атсың ғой. Просто қиналып қалады. Қиналып қалады просто. Қойыңыздар, үйді айтпаңыздар. Просто Алмаз қиналмасын деп жатырмын. Жегізбек дейді. Білет олар не подписчиктерім ғой. Иә. Не болған өзі жабысып дейді. Жабысың деп кетті ше? Представляете? Мен тартындымын ба? Сіз ба? Немен? Взглядом? Да. У него взгляд такой манящий, уверенный. Бүйтіп көзбен өзім сияқты. Шолпан да взгляды, между прочим, сондай. Эфирде отырғанда байқадым. Да? Кобра тоже очень красивое животное ғажда. Тұрамыз ба? Тұрақ? Сағат 12:00 жақсы болсын. Тағы сау болыңыздар, біз қайтуымыз керек. Уже сағат 11 болыпты. Алмастың баратын жерлері бар. Мен үйде ұйықтайтын уақытым жақындады. Сау болыңыздар. Золушканың уақыты. Все. Я думаю, мен жақсы эфир сыйладық деп ойлаймын, көңіл күй бәріне, иә? Қанша адам отыр? 2000. Ага, әдемі отыр. А знаешь, мы нравимся. Нет, сендер құшақтап қойсаңызшы. Сендер, мен қазір құшақтасам бұл қызды. Сендер жылайсыңдар, қыздар. Сосын маған жазасыңдар. Неге сен құшақтадың? Неге сен иіскедің? Мне нужно покой. Мен демалғым келеді ондай сообщениялардан ше. Неге сен бүйтесің? Вот неге сен неге деп қаласыңдар. Сосын қоямын деп жарайды. Маған үлкен тәтелер ғана жазбайды олай. Бақытты бол дейді олар. Қыздар жанасыңдар. Қыздар. Мен айтатын, помните, мен айтпын ба? Тек қана еркек адам ғана шақырай бермеу керек. Мен сізбен айтып отырмын қазір. Ер адам... То, что ол жағынан, даже мен больше айтайыншы, заботаны әйелді екі жақтан да беру керек. Мысалыға, маған не то, что подарка алған... Айта бер екен. Подарка бергенде ұнайды мысалы. Всегда мысалға, өзіме очки алсам, мен өзім жігітіме де аламын мысалы. Молодец. Оған білдірмей аламын да сөйтіп. Қашан очки аласың? И бір күні кездесуге келген кезде сондай неожиданный подарок істеп солай істеймін. Алдағы уақытта білмеймін, енді көреміз. Түсіндіңдер ғой, екі жақтан қадам болу керек. Бүгін Шолпанның қадамы. Она умная, да? Она не глупая девушка, она умная. Если была бы глупая, то бы я не смотрел бы. То меня не было вот здесь. Ертең шығасыздар ма? Я ертең шығамыз. Ертең ортадамыз. Шолпан старше меня, да, на 6 лет. Ну, я все равно, несмотря на этот возраст, она мне нравится. Я чувствую себя как рыба на воде. Она меня оберегает от всех змей. Мне нужна такая опора.